Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, қош келдіңіздер бүгінгі біздің тегін сабағымызға. Сіздерді көріп отқаныма, сіздердің келіп отқандарыңызға өте қатты қуаныштымын, құрметті ұстаздар. Мінекей сіздер үшін, құрметті ұстаздар, осы әлемнің астанасы болған Дубайдың төрінен осылай сіздерге бүгін тұрып қызмет жасайтын боламыз. Тегін сабақ деп шақырдық. Тегін сабақта не айтылады, барлығын қазір айтып беретін боламын. Жалпы сіздерге қалай дауыс барлығы естіліп тұр ғой, мен көрініп тұрмын, барлығы жақсы ғой, кері байланыс беріп кетсеңіздер, мен телефоннан кері байланыс көремін, құрметті ұстаздар. Сразу бірден таныстырып кетейін. Мына жаққа маған хаттар келеді, бірақ хаттарыңызды оқымай қалсам, модератор міндетті түрде жауап береді, сондықтан астынан сообщениеде көрсеңіз болады, сіздің сұрақтарыңызға модератор жауап береді, құрметті ұстаздар. Қош келдіңіздер тағы да, керемет көңіл күйлеріңіз қалай? Бірден негізі тез бастап кетеміз, сондықтан сәл сабыр етіңіздер, құрметті ұстаздар. Ең бірінші жақынырақ танысайық. Ат жөніңізді, жасыңызды, жұмыс өтіліңізді барлығын жазып кетіңіз төменге қарай. Сіздермен жақсылап танысып алайық алдымен, одан кейін сабағымызды бастайтын боламыз, құрметті ұстаздар. Барлығы көрініп тұр, естіліп тұр, керемет дейді. Өте жақсы, құрметті ұстаздар. Менің есімім Диас Түймехан. Бүгінгі сабағымызға бұрыннан қатысқандар бар, мені танитындар бар, танымайтын мұғалімдеріміз бар. Менің есімім Диас Түймехан. Мен мұғалімдерге осы 3 жылдан бері, құдай қаласа 4 жылға таяп қалды, мұғалімдерімізге қызмет жасап жүрміз. Осылай онлайн нарықта мұғалімдерімізге сабақ беріп, жалпы мұғалімдерімізді онлайн нарыққа шығаруға көмектесеміз. Әртүрлі кәсіпкерлерді онлайн нарыққа шығуға көмектесеміз. Жасанды интеллект маманбыз, заманауи ұстаз десек те болады. Мұны мен өзім емес, мұғалімдеріміз менің алдымнан өткен осы 70 мың мұғалімді атап кеткен бізді осылай. Өзімнің авторлық жаңа ұстаз деген курсым бар. Сол курсымнан талай мұғалімдер сабағын оқып, үйреніп, талай мұғалімдерге қызмет жасап, білімімізді беріп, заманауи ұстаз болуға көмектескенбіз. Оған көптеген мұғалімдер куә, қатысқандар да отырған шығар осы жерде. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Тағы да қош келдіңіздер сабағымызға. Қалай жалпы барлығы естіліп тұр, бәрі күшті дейді. Мұғалім Жазира ханым, қош келдіңіздер. Өте көп ханымдар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп қалған екен. 30 жыл, 20 жыл, 25 жыл өте көп жұмыс өтілі бар үлкен мұғалімдеріміз де бар екен. Сәлеметсіздер ме деп амандасып қойық. Ендеше, құрметті ұстаздар, бүгінгі біздің сабағымыздың соңына дейін отырсаңыз, сізге өте көп білім ақпарат беріледі. Одан кейін неше түрлі курсымызға скидкалар жасаймыз. Одан кейін Дубайға, жолдамаға қалай қатысуға болады, жалпы қашан ойнатылады, нақты барлығын осы эфирді айтатын боламыз. Сондықтан эфирдің соңына дейін қатысыңыз, құрметті ұстаздар. Осы жерге ұшып келіп, демалмай, қыдырмай, сіздерге қызмет жасап, осылай тұрып, күннің астында терлеп тұрып сіздерге қызмет жасап жатырмыз, құрметті ұстаздар. Сондықтан барынша қолдан келгенше бағалап, сабағымызға жақсылап қатысып, қолдарыңыздан келгенше кері байланыс беріп, қолдауларыңызды білдіріп, былайша айтқанда, қолдап отырсаңыздар, өте керемет деңгейде сабағымыз өтейін деп тұр. Ендеше, құрметті ұстаздар, бүгінгі сабақта біз не айтылады? Біз ең бірінші тұлғаны тірілтуді көрсетеміз, одан кейін фото генерациясын жасаймыз сіздермен бірге, одан кейін презентацияны жасауды жасанды интеллект арқылы үйренеміз, одан кейін өзіміздің 3D клон жасауды үйренетін боламыз, құрметті ұстаздар. Бұл біздің берер біліміміздің өте аз ғана проценті, құрметті ұстаздар. Соның өзіне біз өте көп уақыт жұмсайтын боламыз бүгін. Шамамен 1,5-1 сағаттай уақыттарыңызды аламыз. Барлығы біліммен толықтырады деп ойлаймын, құрметті ұстаздар. Сондықтан ендеше сабағымызды бастайық. Ең бірінші, құрметті ұстаздар, бізде тұлғаны тірілту бойынша бізге ең тиімді, ең оңай, ең арзан дейміз ғой, ең тиімді платформалардың бірі ол Virbo қосымшасы, құрметті ұстаздар. Virbo қосымшасы арқылы біз тұлғаны тірілтуді дәл қазір сіздермен бірге үйренетін боламыз. Құрметті ұстаздар, дәл қазір мен телефонды аштым. Телефоннан ең бірінші осындай Virbo деген мінекей мына приложениені скачать етіп аламыз, жүктеп аламыз. Virbo деп жазамыз, чатқа жазып қояды қазір модератор. Virbo деп жазамыз, жүктеп аламыз. Play Market'тен телефонымызға немесе жаңағы iPhone болса App Store'дан Virbo дегенді басамыз үстінен, жүктелгеннен кейін. Және де осы жақта осындай бет ашылады сізде. Және де мына жақта үшіншісін басамыз, Create Account деген. Үшінші тұр ғой, үшіншісін басамыз, Create, хаттың иконкасы бар. Create Account дегенді басып, email адрес деген жерге, былайша айтқанда біз қазір аккаунт создавать етіп жатырмыз, регистрация істеп жатырмыз. Бұл жерде бір жақсы жері, сіз кез келген өзіңіздің email емес, басқа өзіңізден ойыңыздан шығарылған email жазып кіре аласыз. Мысалы, мен кез келген бір нәрсе жазамын қазір, мысалы жаңа ұстаз деп жазып қойын. Жаңа ұстаз ең бастысы осындай собачкасымен email gmail.com деп жазсаңыз,
жеткілікті былайша айтқанда почта осылай аяқталады ғой сізде Gmail немесе email.ru деп кез келген былайша айтқанда почтаны жазасыз, ешқандай не жоқ. Мына пароль создавать етесіз. Мынау паролімді жазып жатқаным қазір сізге көрінбейді, бірақ мен жазып жатырмын. Сізде кез келген ойыңыздан шығарылған бір парольді жаза саласыз. Жазғаннан кейін мына қоңыр батырма тұр, create account деген, соны басасыз. Астында қоңыр аккаунт, create account деген. Мінекей менде жаңа аккаунт создавать етілді. Былайша айтқанда сіз өзіңіздің почта емес, ойдан шығарылған кез келген почта жазу арқылы каждый раз новый аккаунт создавать етіп, сіз новый былайша айтқанда жаңа иеліктерге, тегін иеліктерге ие боласыз. Мысалы, create video деп басайық, create video, фото аватар деген басайық. Бізде кез келген фотоны таңдаймыз. Мысалы, демо деген жерде мысалы мына жігітті сөйлетіп көрейік. Яғни сіз өзіңіздің мысалы кез келген тұлғаның фотосын, анық тұрған фотосын аласыз да, суретін алып, осылай осы жаққа жүктейсіз, құрметті ұстаз. Түсінікті болып жатса, түсінікті болып жатыр деп жазып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да, астына жаза кетіңіздер, құрметті ұстаздар. Қазір бізде загрузка болып жатыр. Тіпті мына осы жасанды интеллект арқылы бір-бірін құшақтауға болады. Жаңағы екі фотоны алып соединить етіп құшақтатсаңыз болады. Мен қазір бұл фотоны сөйлетемін. Ең бірінші мысалы бізге аудио, add аудио деп тұр ғой, add аудио деген жерде біз аудио жүктей аламыз. Немесе біз текст жазып, сол текст арқылы сөйлете аламыз. Мысалы, жазайын, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Сабақ түсінікті болып жатыр ма? Деп жазайық. Дан деп жоғарыдағы қоңыр кнопканы басам. Және бізде жоғары жақта қазақ деген автоматически шықты, мұны қазақ деп шықты. Енді біз generate video дегенді басамыз. Астында қоңыр батырманы бастым. Бізде негізі субтитрді алып тастасақ болады. Ол үшін ортасындағы оң жақ сысы деп тұрған жерді басамыз. Сол кезде субтитрді алып тастайды. Generate видеоны басамыз. Сол кезде бізге былайша осы текст жазған текстімізді мына жігіт сөйлейтін болады. Қазір бізге видеоны жасап беріп жатыр, құрметті ұстаздар. Сіз бұл енді ең мұғалімдерге базовый білуі керек фотоны сөйлететін платформа DID бар, бірақ ол жерде тоже ақша төлеу керек. Сондықтан құрметті ұстаздар, дәл осы жерде біз тегін видеоларды көбірек қолдана аламыз. Қазір бізде эксперт болып жатыр. Оған дейін маған жазып, сұрақтарыңызды жазып, жаңағы түсінікті болып жатса, түсінікті деп жазып қойсаңыз, жеткілікті, құрметті ұстаз. Бұл жақта енді бізге әрбір секундтар шектеу берілген, бірақ сіз бірнеше аккаунттан кіріп, бірнешесін жасай аласыз тегін түрде. Түсіндіріп алдым сізге. Қазір кірген сайын сіз лимитіңіз бітіп қалса, ана жаққа ойыңыздан почта шығарып, соңына email деп жазып қойсаңыз, Gmail деп немесе сізге жеткілікті, құрметті ұстаз. Міне бізде жасанды интеллект фотоны сөйлетті. Қосып көрейік. Сәлеметсіздер ме, сабақ түсінікті болып жатыр ма? Сәлеметсіздер ме, сабақ түсінікті болып жатыр ма? Мінекей осылай бізде сөйлеп тұр. Қоңыр батырманы басу арқылы сохранить етіп аламыз. Бар болған осы, құрметті ұстаздар. Әртүрлі лимитіңіз бітіп қалса, кез келген почтамен сіз өзіңіздің жаңағы видеоңызды толығымен жасап шыға аласыз. Сәттілік. Мінекей құрметті ұстаздар, дәл қазір біз тұлғаны тірілту бойынша Virbo платформасын үйрендік. Жалпы қалай екен? Сіз қандай платформамен тұлғаны тірілтуді білесіз? Бұны білетін бедіңіз? Жалпы Virbo платформасы қалай екен? Жақсы ма екен? Жақсы болса, смайликтеріңіз жіберіп кетіңіздер. Қолпаштап, жаңағы қолдап отырыңыздар. Бізге де шабыт беріңіздер. Керемет бір деңгейде сабағымызды өткізейік. Мінекей қолдауларыңыз келіп жатыр. Құрметті ұстаздар, өте көп рахмет, өте көп алғыс. Енді бізде, құрметті ұстаздар, келесі бұл фото генерациясын жасау. Сіздерге дәл қазір ноутбукпен фотоны қалай генерация жасаймыз, жалпы қандай түрлері бар, қалай жақтан ыңғайлы, соның барлығын сіздерге қазір көрсетіп беретін боламын. Келесі бізде фото генерациясын жасау. Ұстаздар, ең бірінші ChatGPT арқылы фото генерациясын жасау үшін ең бірінші біз ChatGPT-ға кіреміз. Ол үшін ChatGPT ағылшынша ауыстырып алайын. chatgpt.com деп жазамыз да, Enter'ді басамыз. Сол кезде бірден осылай бізде ашылады. Осы жерге біз не деп жазамыз? Маған Қожа Насыр
Қожа Насырды болмаса Алдар Көсе дейге. Алдар Көсенің фотосын жасап бер деп жазайын. Жарайды, бұны нақтылау үшін Алдар Көсе қазақ дәстүрлі, мысалы реалистік стильде, реалистик деп жазып көреге. Мультигін бәрі білеміз ғой, реалистік стильде деп қойын. Міне бізде уже ChatGPT өзінің жұмысын жасап жатыр. Başqanda fotonu осылай генерация істейсіздер. Тіпті стиль таңдасаңыз болады. Мультфильм стиль, Ghibli стиль, Pixar стиль қахит болды ғой. Ghibli стиль деген бәрі пост салып, Pixar стиль деп жасап көрсеңіз болады. Мультик түрінде де жасайды. Мен қазір Pixar стилінде де жасатып көрсетем сізге. Начало работы бізде кішкене ұзақтау болады. Күтейік шамамен. Реалистік стиль. Енді бұл жерде әртүрлі кейіпкеріңізді өзіңіз құрастырып, промпттар жазып, ол қандай болсын, бет әлпеті қандай болсын, қандай киім кисін, қандай ауа райында тұрсын, қандай фонда тұрсын, барлығын сіз осы жерге жазып, былайша айтқанда оған тапсырма беріп, осындай фотоны жасата аласыз. Мінекей уже басын жасап шығарып жатыр. Қап-қара қылып жібермесе болды. Міне бізде шығып қалды. Алдар Көсе шамамен өмірде болса, осындай болмағы екен. Түрі күліп тұр, е? Бізге былай айтқанда жасап көрсеткен. Ол жерде енді үйлер болмаған ғой, біз үйлерді ауыстырсақ болады артындағы. Үйлерді алып тастақ, киіз үй ғой деп айтсақ болады артына. Әртүрлі тапсырмаларды беріп, осындай фото жасатсақ болады. Міне біздің фотомыз дайын болды. Керемет, е? Осылай жасапты. Қолын былай көрсетіп қойыпты. Енді бұл әзіл сқақты бір жағы байларды алдайтын кейіпкер болғасын. Осылай күліп жасап қойыпты. Pixar стилінде істеп берші деп айтайық. Стилінде істеп берші. Pixar стилінде де істеп беретін шығар бізге. Дәл қазір көрейік. Құрметті достар, енді ChatGPT-ді көп мақсатта қолдансаңыз болады. Бұл жерде енді өте көп сізге көмекші, тікелей көмекші, фотоны жасайды. Құдай қаласа скоро видеоны да жасайды. Жақсылап тұрып сіздің берген тапсырмаңызға байланысты. Бұл жерде енді қазір бізде Pixar стилінде жасап көрсетпекші. Бізге ChatGPT көрейік қалай жасайтын. Pixar стилінде де дайын болды. Мәссаған керемет, мультик стилінде. Осыны алып енді сөйлетсеңіз болады. Сөйлейтін, тұлғаны сөйлететін жасанды интеллектпен. Өте керемет. ChatGPT арқылы сіз осылай фотоның генерациясын жасай аласыз. Құрметті ұстаз, пайдалы болса тағы да төменге от жіберіп қойыңыз. Құрметті ұстаздар, бұл бізде ChatGPT арқылы фотоны генерация жасау. Бұл жалпы мұғалімдер ChatGPT деген жалпы мұғалімдердің емес, жалпы адамдардың қазір ең ақылды көмекшісі, ең жақын көмекші десек те болады. Мұғалімдерге өте таптырмас көмекші, сондықтан басқа жағынан да Құдай қаласа бұл ChatGPT-ді қолдануды жалпы толық қалай қолдансақ болады, қандай жаңа промпттар бар мұғалімдерге қажетті барлығын біз курста үйретіп беретін боламыз. Сондықтан сабақтың соңына дейін қатысыңыздар. Ал бізде келесі, әрине ол мұғалімдердің қажетті презентация жасайтын жасанды интеллекті. Құрметті достар, қазір сіздерге ноутбук арқылы үйретіп беретін боламыз. Бұл презентацияда бір ерекшелігі, біз скачать ете аламыз PowerPoint-ті. Ол қандай приложение жасанды интеллект десеңіздер, ол Gamma Up деп жазамыз. И осыған кіреміз. Gamma.up дегенге. Регистрация жасаймыз міндетті түрде. Басамыз. Продолжить с помощью Google дегенді басамыз. Google аккаунтпен жалғастырамыз. Продолжить батырмасын басамыз. Сгенерировать дегенді басамыз. Яқта для работы. Продолжить. Яқта для личного пользования дегенді басайық. Маркетинг, білмеймін, жасай беріңіздер. Қатты маңызды емес. О деген басайық. Продолжить батырмасын басамыз да. Мына жақты қарасаңыздар, бізде слайдтың түрлері, мысалы 10 слайд, ары қарай платный версиясы болады. 10 слайдты жасай аламыз, содан кейін яқта презентация қазақ тіліне қойып аламыз. Орыс тілінде де, ағылшын тіліне де қайсына жасайсыз, соған байланысты тілді қоясыз. Мысалы қазақ тілін қоямын мен. Мына жаққа бір тақырып таңдаймыз. Адам анатомиясы. Создать конспект жасайды, сүйек,
бұлшықет жүйке жүйесі. Яқта бізге қандай нені таңда деп тұр. Таңдайық. Таңдағым келіп тұр. Сгенерировать дегенді басамыз. Бізде бірден слайдтар жасап беруге кірісті. Тиісті фотоларын да қойып береді қазір. Окей. Мен әртүрлі енді жасап берді слайдты. Енді осын поделиться батырмасын басып, маяқта экспорт деген батырманы басамыз. Экспорт деген батырманы басып, PowerPoint ретінде басамыз. Бастық. Бізде экспорт болсын. Міне, кетті. Біз PowerPoint ретінде скачать ете аламыз. Бізде бірден жүктелді. Ашып көреміз. Менде яқта PowerPoint-та доступ жоқ. Сіздерде енді ноутбуктарыңызда PowerPoint-қа доступ бар ғой. Менде аккаунтқа кірілмейді. Дәле, яқта разрешить редактирование деген батырманы басасыздар. Және де сізде уже яқта әрқайсысын өзгерте аласыз. Фотоны өзгертсеңіз болады, енді қалауыңызға байланысты. Міне бізде осындай керемет слайд жасап берді. Біз PowerPoint-қа скачать етіп алдық. Әртүрлі тақырыпқа енді өздеріңіз құрастырсаңыздар болады. Қолданып көріңіздер, өте пайдалы, өте керемет. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде сұраңыздар. Тапсырма осындай презентация жасап маған жіберіңіздер. Құрметті достар, жалпы қалай сіздерге сабағымыз ұнап жатыр ма, жалпы пайдалы болып жатырмыз ба, соның барлығын кері байланыс беру арқылы бізге таныта кетсеңіздер, құрметті достар, өте керемет, сабағыңыз жақсы деген хаттар келіп жатыр екен. Мен қазір оқып жатырмын, рахмет, өте пайдалы, керемет деп жазып жатыр екен мұғалімдеріміз. Мұғалімдеріміз негізі поддержка беруден, қолпаштаудан былайша айтқанда өте жоғары орындарды алар еді. Сондықтан үлкен рахмет, құрметті достар, осындай қолдауларыңызға, барлығы сіздер үшін осындай қолдауларыңыздың арқасында біз жасап отырмыз осындай сабақты. Келесі бізде, құрметті достар, 3D клон жасау, жалпы бұл қалай жасалады, өзіміздің фотомыз жүктейміз ба, қалай оны жасаймыз, барлығын осы сабақта сіздерге қазір көрсетіп үйретіп беретін боламын. Дәл қазір, құрметті ұстаздар, біз 3D клоун жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең бірінші біз Google-ға кіреміз және Zapworks деп жазамыз. Мінекей дәл осылай. Zapworks чатқа барлық жаққа жіберіп қоямыз сіздерге. Осы содан кейін Zapworks деген біріншісіне кіреміз. Zap.works деген. Free trial дегенді басамыз. Және біз Google аккаунт арқылы тіркелу дегенді басамыз. Мен өзімнің Google аккаунтымды таңдаймын. Продолжить. Былайша айтқанда қарапайым регистрация, құрметті ұстаздар, білеміз барлығымыз. Кіргеннен кейін мына жаққа first name, last name, мына жаққа аты жөніңізді жазасыз. Және яқта кез келген, енді бұл регистрация үшін кез келген таңдап жалғастыра бересіз. Кез келген таңдап жатырмын мына жақта, қарасаңыздар. Ешқандай маңыздылық жоқ, сондықтан кез келген таңдап, кез келген нәрсе жазып, регистрацияны өтеміз. Енді регистрация өтілді, жасалды. Енді ары қарай Create Project деген батырма арқылы біз проект жасаймыз. Және осы жерде Designer, Select and Continue деген батырманы басамыз. Бастап, мына жаққа біз өзіміздің проектіміздің атын жазамыз. Мысалы, 3D Clone деп жазайық. Және біз проектіміздің атын жаздық. Open Designer. Мына жақта телефонды таңдаймыз міндетті түрде. Ары қарай біз World Tracking деген біріншісін таңдаймыз. Және бізде осындай бет ашылады. Енді біз сол жағында ең соңында Applets деген батырманы басамыз. Және де Our Turn деген батырманы басамыз.
Ava4 батырмасын басқаннан кейін Open Applet деген көк батырманы басу арқылы біз осындай бетке өтеміз. Бұл жаққа біз Google аккаунтымыз арқылы тағы да бір рет тіркелеміз. Продолжить. Мен өз Google аккаунтын таңдадым да, тіркелдім және де Продолжить батырмасын бастым. Біз New Avatar деген яқта плюсикті басамыз. New Avatar деп басамыз және де яқтан телефонмен мынау QR кодты сканерлейміз. Міне камераны ашу арқылы осы QR кодқа біз өзіміздің телефонымызды көрсетеміз және де астында осындай батырма шығады. Сары батырма шықты, сол сары батырманы басу арқылы біз осындай бетке өтеміз. Яқта оң жақ астында оң жаққа қарай стрелка тұр, сол стрелканы басамыз. Скам деген жасыл батырманы басу арқылы яқта біз male немесе female, әйел адам болсаңыз female таңдайсыз, male болсаңыз ер адам таңдайсыз. Разрешить. Және біз осы жерде мына оң жақ жоғарыда қыз қалай фотоға түсіп тұр, дәл солай түсеміз, е? Мінекей. Енді былай қарап тұр, көзі де, барлық жақтың бетімізді, барлығын осылай қаратамыз. Енді былай қараймыз. Міне біздің түріміз осылай жасады. Енді астында жасыл батырма тұр, Upload деген батырма басамыз және де біздің өзіміздің бейнеміз жүктелуде. Бұл негізі өте оңай, бірнеше батырмаларды басу арқылы, осындай фотоға түсу арқылы өзіміздің 3D клонымызды жасаймыз, құрметті достар. Бұл арқылы сіз көптеген жарыстарға, әртүрлі таныстыруларда, әртүрлі іс-шараларда, презентацияларда осы арқылы сіз бұл неге аудио қойып сөйлетсеңіз де болады. Енді мына жақтан біз ер адам таңдадық және біздің денеміздің қандай болуы керек туралы біз ақпараттарды өзіміз таңдаймыз. Былайша айтқанда аватарымызды құрастырамыз. Телефон бітті, бізге ары қарай соңында керек болады. Мынау мен қазіргі 3D бейнем. Енді мен мысалы мынаяқтан ортасындасын таңдаймын. Цвет қара, ақ қылғым келе ма, өзім білем. Өзім қандаймын, соған қарай. Прическа таңдаймыз, өзімізге шаш үлгісін таңдаймыз, былайша айтқанда. Кез келген таңдай салайын. Ары қарай киіміміз таңдаймыз. Осы киімді таңдадым. Көзілдірік, аяқ киім барлығын таңдасаңыз болады. Және де мимикалар әртүрлі таңдасаңыз болады. Біреуін таңдаймыз. Мысалы мен аны таңдаймын. Және шашымның түсін яқтан қараға өзгерте салайын. Және next батырмасын басамыз, құрметті ұстаздар. Және бізге осы жаққа аватарымыз, клоунымыз өзіміздің осы жаққа түседі. Яқта процесс болып жатыр қазір. Мінекей аватарымыз жүктелді. Енді бұл кішкентай болып тұр. Қазір үлкейтіп аламыз. Яқтан 75 деп жаздым. Және сары батырма тұр ғой ортасына, соны басу арқылы біз жоғары төмен көтеріп, ыңғайлап қойып аламыз. Енді біздің аватарымыз түрі осындай. Ары қарай бұны іске асыру үшін үстінен басамыз. Animation деген батырма басу арқылы оған кішкене анимациялар қосамыз. Actions. Add new action. Міне бізде осындай аватар шықты. Біз енді осыған әртүрлі батырмаларды шығарып, әртүрлі өзіміздің инстаграмымызды шығарып қойсақ болады. Видео қойсақ болады, фото қойсақ болады. Яқта барлығы түсінікті. Мен енді бір-екі текст жазып көрейін сіздерге. Міне, үстінен бастым текстін. Жоғары көтерсек болады. Осылай. Текстін үстіне бірнеше рет басу арқылы текст жазамыз. Тегін сабақ
пайдалы болып жатса, от қалдырыңыз деп қойғы. Сіздерге. Міне бізде осындай тексті әдемілеп орналастырып, сарын үстінен басып, алдыға артқа жылжытсаңыз болады. Мақта енді қарасаңыз, чуть артында тұр, мен жоғары аламда, бұлай алдыға қарай жылжытам. Тегін сабақ пайдалы болып жатса, от қалдырыңыз деп жазылып тұр бізде. Ары қарай бұны енді бізге іске асыру үшін, құрметті ұстаздар, Publish батырмасын басамыз. Оң жақ жоғарыда Publish батырмасын бастым. Публикация болады, және бізге QR код береді. Яқта Edit Download деген батырман басып, яқтағы QR кодты PNG форматында сохранить етіп аламыз. Міне бізде фотосы келді. Ашамыз. Дәл осыны енді телефонмен қазір сканерлейміз, сіздерге сканерлеп көрсетемін. Және дәл осылай QR кодты сканерлеген кезде астында сары батырма шығады. Үстінен бастым. Continue деген ортасындағы батырман басамыз. Начать, разрешить, Grant Access, разрешить, рұқсат беріп жатырмыз қазір. Енді біз өзімізге қажетті жерге орналастырамыз. Мысалы, мен тұрамда мына жерге орналастырамын. Ол үшін оң жақ астында Place деген батырма тұр. Мысалы, қолға деген сияқты ғой. Мен орындықтың үстіне немесе ноутбукқа қазір орналастырам. Place, міне. Тегін сабақ пайдалы болып жатса, от қалдырыңыз деп менің мінеки аватарым, онлайн аватарым осылай тұр. Сіздер батырмаларды басу арқылы, яқта батырмалар жасап қойсаңыз болады. Үстінен басқан кезде әртүрлі ақпарат порталдарына өтетіндей. Мінеки 3D клоунды біз дәл осылай жасаймыз. Ақпарат пайдалы болса, комментарийға дәл қазір от белгісін қалдырып, керемет болып жатыр деп жазып қойыңыздар. Құрметті ұстаздар, жалпы қалай барлығы түсінікті болып жатыр ма? Маған нәқа от жіберіп қойсаңыздар тағы да бір рет. Барлығын сіздерді оқимын, көремін, құрметті ұстаздар. Түсінікті болды ма? Сіздерге жалпы қалай сабағымыз ұнады ма? Барлығы нәқа жаза кетіңіздер. Құрметті ұстаздарымыз жазып жатыр екен. Міне сабағымыз керемет болды, ұнады, рахмет. Өзіміз. Негізі құрметті ұстаздар, бұл біздің берер біліміміздің бір ғана пайыз ғана, құрметті ұстаздар. Біз тегін сабақ жасап, осы жерге сіздерді шақырып, жалпы осы жасанды интеллектті біз үйретеміз, осылай үйретеміз, осындай деңгейде үйретеміз деп жасаған тегін сабағымыз, құрметті ұстаздар. Бұл біздің берер біліміміздің бір ғана пайызы. Айтады ғой, жаңағы береріміз, мен жаңа мақал шығарайын да, бергеніміз 9, береріміз 99 деп ше. Әрине, құрметті ұстаздар, кез келген нәрсенің Башқанда ақысы болады. Біздің осы жасап жатқан дүниеміздің, еңбегіміздің, жалпы сіз егер өзім үйренемін десеңіз, осындай тегін сабақтар арқылы үйренемін десеңіз, әрине құрметті ұстаз, сіз қателесесіз. Неге? Себебі тегін сабақты біз сияқты негізі ешкім жасамайды. Барлығы шейін іле-шала жаңағы алып, міне мынау бар деп көрсетеді, болды. Атын ғана айтады, кейбіреулері солай шақырып жасайды. Біз сіздерге осылай көрсетуді ниет қылып көрсеттік. Жалпы осындай үйренсін мұғалімдер тегін сабақтың өзінен деп. Бірақ бұл берер біліміміздің айтқанда 9-ы ғана, құрметті ұстаздар. Сондықтан жалпы егер сіз толыққанды үйренем десеңіз, сізге міндетті түрде кері байланыс қажет. Біздің курсымызда кері байланыс толығымен бар. Және де курсымыз шексіз сақталады. Құдай қаласа осы Дубайға жолдама ойнатамыз. Өте көп білім береміз жасанды интеллект бойынша. Қазір хит болып жатқан құрметті ұстаздар, осындай видеоларды жасап үйренесіз біздің жасанды интеллект сабағында. Өте көп жаңағы білімдер үйренетін боласыз. Ол біздің жаңа ұстаз курсымызда, құрметті ұстаз. Егер сіздер қаласаңыздар, яқта оқимын, үйренем деген мұғалімдер болса, мен жаңа ұстаз курсын сіздерге таныстыра кетейін. Егер үйренем десеңіздер, кім жаңа ұстаз болғысы келеді, құрметті ұстаз? Маған нәқа от жіберіп, мен болғым келеді, мен деп жазып кетіңіздер, құрметті ұстаздар. Мен куә болайын, сіздердің білімге деген құштарлығыңызға куә болайын. Сіздің жалпы осы курсты алғым келеді, үйренгім келеді, ішіңіздегі ниетті білсем, маған болғаны, мен былайша айтқанда ашылып, сіздерге барлық нәрсені осылай түсіндіріп, көрсетіп үйретіп беретін боламын. Мен дейді, керемет, құрметті ұстаздар, керемет.
Құрметті ұстаз, егер бізден үйренетін болсаңыз, сіз бар жоғы небәрі бір айдың ішінде, жалпы енді орташа есеппен максимально алып жатырмын, жоғары қарай бір айдың ішінде сіз жасанды интеллектті толығымен үйреніп, енді күнделікті жаңа шығып жатыр, бірақ сіздерге жаңаша жағы жасанды интеллекттерді үйретуге тырысамыз. Осы біздің жаңа ұстаз курсымызда сіздерге көрсетіп, үйретіп, пайдалы болуға тырысамыз. Ендеше мен деген құрметті ұстаздар, сіздер үшін біздің жаңа ұстаз курсымызды қабыл алыңыздар, құрметті ұстаздар. Ең бірінші модуль бізде презентация бөлімі. Былайша айтқанда өміріміздің кез келген жаңағы сабақ беретін, білім беретін, мен жақта презентация қолданып отырмын, құрметті ұстаз. Кез келген білім беретін ұстаздың кез келген нәрсесі ол презентация. Сондықтан презентацияны әдемі қылып, дұрыс қылып, жасанды интеллект арқылы жасауды үйренуді қаласаңыз, біздің жаңа ұстаз курсы бірінші модуль. Модуль деген енді бөлім ғой. Бірінші бөлімде сіз презентация үйренетін боласыз. Презентация бөлімі. Бұл модульда жаңа айтқандай жасанды интеллектін де үйренесіз, жалпы презентация жасауды үйренесіз. Бірінші бөлімнен өттіңіз, презентация жасауды толығымен меңгеріп алдыңыз. Екінші модуль бізде құрметті ұстаз геймификация. Әрине геймификация балаларды қызықтыру бойынша, әртүрлі тапсырмалар жасау, ойындар жасау бойынша сізге керемет бір осы екінші модульда арнап отырмыз, геймификация деген. Бұл жерде әртүрлі ойындар, жаңағы керемет қызықты оқушыларды қызықтыра алатын өте жақсы ойындар бар. Геймификацияға арналған 20 платформамыз болады, сабақтарымыз барлығы бар ішінде. Одан кейінгі үшінші модуль AR, VR, қазіргі заманның талабы, жалпы қызықты тапсырмалар қалай жасауға болады, көріністер жасауға болады, жалпы қандай жұмыстар жасауға болады, барлығын осы AR, VR сабағында сіздерге көрсетіп үйретіп беретін боламыз, құрметті ұстаздар. Осы сабақтан бөлімнен өтсеңіз, сіз AR, VR сабақтары бойынша өте көп мағлұматтар алып, үйреніп, былайша айтқанда келесі жылға өте керемет дайындықпен баратын боласыз. Одан кейінгі бізде төртінші модуль, ол бізде жасанды интеллект модулі, құрметті ұстаздар. Ең басты модуліміз, қазіргі заманның талабына сай модульдар, әртүрлі мұғалімдерге қажетті жасанды интеллекттер, жұмысыңыз жеңілдететін жасанды интеллекттер, креативті қосатын жасанды интеллекттер, сіз үшін біраз тапсырмаларды орындайтын жасанды интеллекттер, барлығын осы жасанды интеллект бөлімінде үйретеміз. Құрметті ұстаздар, одан кейінгі модуль бізде 5-ші модуль, жасанды интеллект модулінен кейін 5-ші модуль, ол бізде құрал жабдықтар модулі. Егер сіз осы модульді өтетін болсаңыз, сіз информатик мұғалімге немесе өзіңіздің балаңызға, сыныптағы жас оқушыларға жалынбайтын боласыз, себебі компьютермен, ноутбукпен кез келген нәрсені өзіңіз осы құрал жабдықтар бөлімі арқылы жасай алатын боласыз. Былайша айтқанда әртүрлі фотоны кесу, фонын кесу, жалпы почта ашудан бастап барлығын сіздерге осы өзіміздің мұғалімдерге қажетті құрал жабдықтар бөлімінде толығымен көрсетіп, үйретіп бердік, құрметті ұстаздар. Осы бөлімнен өтесіз, былайша айтқанда ешкімге жалынбай жұмыс жасайтын боласыз. Одан кейінгі модуль, 6-шы модуль бізде онлайн тақталар. Яғни сіз егер сабақ қазір телевизорлар келіп жатыр ғой сыныптарға, сол арқылы немесе онлайн сабақ беру арқылы, Zoom арқылы жалпы қандай онлайн тақталар бар, сол тақталар сіздерге үйретеміз. Былайша айтқанда сіздің заманауи ұстаз болуыңыз үшін осы тақталар сізге өте қажетті, құрметті ұстаз. Одан кейінгі бізде осы 6 модуль бар. 6 модуль былайша айтқанда сабақтарын бәрін жазып қойдық. Жасанды интеллектте негізі 20-дан сабақ асады, 15 деп қателесіп жазып қойыпты мына. Геймификация бойынша да сабақтарымыз өте көп. Онлайн тақталар, презентациялар, AR, VR ұстаздарға қажетті құралдар. Осы былайша айтқанда біздің курсымыздың модульдары 6 модульдан тұрады. Осы модульдан курсымыздан, құрметті ұстаз, сіз егер өтетін болсаңыз, сіз міндетті түрде заманауи ұстаз боласыз. Одан бөлек, құрметті ұстаз, біз осы жерге Дубайға бір мұғалімді осы айда, июнь айында, Құдай қаласа ойнатамыз. Мұғалімімізді осы жаққа жібереміз, Құдай қаласа. Құрметті ұстаз, егер сіз осы курсымызды жасанды интеллект бойынша, жаңағы құрал жабдықтар барлығы бір курстың ішінде, жаңа ұстаз курсында, және де осы курсымызды сіз арнайы платформада оқисыз, сізге оңайлатылған, жаңағы жеңілдетілген тақырыптардың барлығы тұратын жаңағы модульда оқисыз. Бұл жерде біз арнайы бұл платформаға ай сайын 40 000 теңге төлеп отырмыз. Сіз үшін әрине арнайы кураторлардан кері байланыс болады, құрметті ұстаз, пакеттерге бөлеміз. Тағы да айтамын, Дубайға тегін жолдамамыз бар. Осының барлығы, құрметті ұстаз, сізге арналып жасалып жатыр. Енді, құрметті ұстаз, осы курсымыздың бағасын неше деп ойлайсыз? Қанша теңгеге бағалар едіңіз, құрметті ұстаз? Соны жаза кетсеңіз.
Құрметті ұстаздар, енді біздің осы сабақтарымыз бар, курсымыз бар, кері байланыс бар, Дубайға жолдама бар, кері байланыс бар. Осының барлығын сіз қаншаға бағалар едіңіз? Біздің курсымызды қанша теңге деп ойлайсыз? Маған жазып беріңізші, мен сіздердің ойларыңызды білейін. Баға қаншаға бағалайды екенсіздер, соның барлығын көрейін. Құндылығы түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме, соның барлығын сіздерге тексеру үшін маған бағасын жазып кетіңіздер. 100 мың дейді, 80 мың дейді. Құрметті ұстаз, өте керемет, жоғары бағалап жатса біздің курсымызда 70 мың, 20 мың теңге дейді. Құрметті ұстаздар, біздің мұғалімдеріміз әртүрлі бізге бағалар ұсынып жатыр екен. Мен түсіндім, сіздер құндылығын өте жақсы түсінген екенсіздер. Енді құрметті ұстаздар, есептеп көрейік. Барлық сабақтар мен 700 мың теңгеге бағалар едім. Платформамызға 40 мың теңге төлеп отырмыз ай сайын. Кураторға 30 мың теңге, былай айтқанда әр потокқа, Дубайға жолдама 300 мың теңге, шамамен 250-300 мың теңге. Барлығы сонда 439 мың, 440 мың теңге шығады екен. Сонда біз курсымызды беретін болсақ 440 мың теңге болады екен да. Бірақ мен сізге ондай бағаға бермеймін. Жалпы осы 100%-ін 10%, 90% скидка жасап, сізге былай айтқанда 10%-ке есептеп беремін. Қазір бізде 3 түрлі пакетке бөлдік: стандарт, премиум, VIP. Стандарт пакетте бізде барлық сабақтар бар, 6 ай доступ болады, бірақ кері байланыс болмайды. Барлық сабақтар кіріледі, бірақ беріледі сізге. Премиум сабақта кері байланыс бар, шексіз доступ болады. Дубайға жолдамаға қатыса аласыз сіз. Одан кейін VIP пакет бар. VIP пакетте барлық сабақтарымыз бар, кері байланыс бар, құрметті ұстаз, барлығы дерлік сабағымыз ішіне кіреді, құрметті ұстаз, мәңгілік доступ. Одан кейін сізге 3 Zoom сабақ беріледі. 3 Zoom сабақ осы VIP пакеттің ішіне беріледі. Құндылығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Стандартта кері байланыс жоқ, 6 ай доступ. Премиум пакетте шексіз доступ и кері байланыс бар. Ал VIP пакетте 3 Zoom сабақтық кері байланыс қосылады, құрметті ұстаздар. Енді құрметті ұстаздар, біз бұның барлығын бағаларын қазір айтып беретін боламыз. Стандарт пакет бізде. Стандарт пакет кері байланыссыз 6 ай доступ 40 мың теңге тұрады. Премиум пакет 50 мың теңге, кері байланыс, шексіз доступ бар. Дубайға жолдамаға қатыса аласыз. Құдай қаласа осы айда ойнатамыз. VIP пакет бізде сабақтардың барлығы бар. Мәңгілік доступ, 3 Zoom сабақ. Одан кейін Дубайға жолдамаға қатыса аласыз. Оның барлығы бізге 60 мың теңгеге түсіп тұр. Бірақ мен сіздерге бар болған 20 ұстазға ғана, құрметті ұстаз, ескеремін. 20 ғана ұстазға қайталап айтамын. 20 ғана ұстаз қазір төлем жасайды. Предоплата төлем жасап қояды. Осы мұғалімдерімізге біз скидка жасаймыз және де Дубайға қатысуға мүмкіндік береміз. Стандарт пакет бізде 20 мың теңге скидкамен бағасы. Премиум пакет 30 мың теңге скидкамен бағасы. VIP пакет 45 мың теңге. Құрметті ұстаз, сонда қараңыз, бізде 3 түрлі пакет: 20 мың теңге, 30 мың теңге, 45 мың теңге. Осы 3 пакеттің сіз премиум және VIP пакет алатын болсаңыз, дәл қазір 20 ұстаздың ішіне кірсеңіз, скидкамен аласыз, құрметті ұстаз. Одан кейін барып Дубайға 30-ға жолдамаға қатыса аласыз, құрметті ұстаз. Дәл қазір, құрметті ұстаз, мен төменге батырмалар шығарамын. Сол батырма арқылы, басу арқылы, қайсысы рассрочкамен төлейсіз ба? Рассрочка бар, 12 айға, 6 айға да, 3 айға да рассрочка бар. Каспи Ред бар. Халық банкпен төлесеңіз болады, перевод қылып, Каспи банкпен перевод қылып төлесеңіз болады. Барлық кнопка шығатын яқты төменде жап-жасыл болып, видеоның астында. Сол батырмаларды басу арқылы сіз менеджерға жазасыз. Менеджер сізге бүкіл реквизиттарды жіберетін болады. Дәл қазір, құрметті ұстаз, мен батырмаларды шығардым, құрметті ұстаздар. Дәл сол батырмаларды басу арқылы сіз менеджерге жазып, курстың қашан басталатынын біліп, Дубайда қашан ойнатылатынын біліп, жалпы қай жаққа төлем жасау керек, барлық реквизиттарды менеджерға жазып біле аласыз. Ең бірінші, құрметті ұстаз, сіздерге пакетте тағы бір түсіндіріп кетейін. 6 модуль: жасанды интеллект, ұстаздарға қажетті құралдар, AR/VR, геймификация, презентация, онлайн тақталар атты біздің сабағымызға шексіз доступпен, ол бізде премиум пакет, уақытша 6 ай доступпен стандарт пакет, кері байланыс жоқ стандарт пакетте, ал премиум пакетте кері байланыс, Дубайға жолдама барлығы бар. VIP пакетте де Дубайға жолдама бар, кері байланыс бар, 3 Zoom сабақ бар. Құрметті ұстаздар, барлық төлем түрін қабылдаймыз. Дәл қазір 20 орын толайын деп тұр. Уже бізде төлемдер басталып кетті. Төменде кнопка шықты. Басу арқылы мұғалімдеріміз жазып, менеджерға төлем жасап, чекті жіберіп, қайтып келіп мықты төледім деп айтып жатыр. Құрметті ұстаздар, бізде барлық жағдай жасалған, барынша қолжетімді қылып жасадық. Құрметті ұстаздар, барлығы сіздер үшін. Құрметті ұстаздар, төменде тағы да қайталап айтамын, батырмалар шықты. Бұл батырмаларды басу арқылы сіз менеджерге жазып төлемді жасай аласыз. Қазір өте орындар аз қалды. Бірден қаншама ұстаздар отыр, қарасаңыздар болады. Бірден орындар таусылып кетеді, скидкамен уже таусылып кетеді. Мен үлгердім бе, мен үлгере алам ба деген одан сұрақтар пайда болады. Сол үшін үлгеру үшін дәл қазір төмендегі батырмаларды басу арқылы сіз менеджерге жазып, мұғалімдердің 20 мұғалімдердің орнына төлем жасап, өзіңіздің орныңызды скидкамен, одан кейін Дубайға жолдама қатысатын орныңызды алсаңыз
болады, құрметті ұстаз. Бағалар жайлы тағы да төменде жазылып тұр. 10 мың теңге стандарт пакет, премиум пакет бізде 30 мың теңге, VIP пакет 45 мың теңге. 20 ғана ұстаз, құдай қаласа, осы скидкаға қатысады. Бүгін 20 ғана ұстаз жинаймыз. Одан кейін предоплата қалдырсаңыз болады. Құрметті ұстаз, дәл осы жерде өз орнын сақтап қалу үшін 5 мың теңге предоплата қалдырып қойсаңыз болады. Төлемді курс басталғанша жасауыңыз қажет. Бірақ толық төлем жасасаңыз, біз сізді уже тіркеп қоямыз, жазып барлығын дайындап қоямыз. Барынша қолжетімді қылып жасадық, құрметті ұстаздар. Бұл сіздер үшін дәл қазір жерде жаңағы местный дейді ғой, жергілікті жаңағы акиматпен, жаңағы секьюритимен барлығымен айтып арыздасып жатып, қырылып жатып осы видеоны сіздерге тегін сабақты түсірдік. Барлығын елеп, осы жаққа келіп, қызмет жасап жатқанымызды ескеріп, біздің курсымызға жаңағы құндылығын да көрдіңіз. Барлығына рахмет, құрметті ұстаздар, сіздерге. Өте көп мұғалімдер жазып бізге қазір төлемдеп қалдырып жатыр. Біздің менеджерлар бізге жазып жатыр. Қанша орын қалған? 10 орын қалды дейді, құрметті ұстаздар. Соңғы 10 орын қалды бізде қазір. Презентация құны қарасаңыздар, мына жерде құрметті ұстаздар, бір презентация құны 10 мың теңге. Бұл біздің бірақ бөліміміз. Бір бөлімде сіз бір презентация жасап 10 мың теңге таба аласыз. Мысалы, біз сізге презентация жасауды үйреттік, жасанды интеллект арқылы небәрі 5 минутта жасап шықтыңыз делік. Дәл осылай сіз уже біздің курсымыздың 10 мың теңгесін ақтап аласыз. Дәл осылай 2-3 презентация жасасаңыз, сіз былай айтқанда курстың құнын ақтайсыз. Бұл өте қолжетімді курс, құрметті ұстаз. Құнынан құндылығы жоғары курс. Сондықтан, құрметті ұстаздар, дәл қазір төлемдеріңізді жасап, өз орындарыңызды алып, жақсылап, заманауи ұстаз болып, жасанды интеллектті меңгерген ұстаз болып, өз жаңағы ортаңызда, әріптестеріңіздің араңызда, мектепте, ауданда, республика, облыс деңгейде бағалы ұстазға айналып, жарыстарда бірінші орын алып, жаңағы осы жаққа Дубайға келетін мұғалім бәлкім сіз болатын жарыс. Осы демалыста, жазғы демалыста, құдай қаласа, осы Дубайға келіп, демалып, суға түсіп, жаңа қаланы көріп, жаңа жерді, елді мекенді көріп, осы жаққа келіп, қыдырып демалуға біздің мұғалімдер былайша айтқанда бағалы мұғалімдеріміз лайықты ол нәрсеге. Одан да үлкен нәрсеге лайықты. Ай сайын шетелге баруға лайықты. Бірақ біз сізге қолымыздан келгенін жасап жатырмыз. Қолымыздан береріміз осы. Нақты білімді жақсылап тұрып береміз. Дубай қосымша ынта ретінде сіздерге арналады, құрметті ұстаздар. Біз маман ретінде қызметімізді аянып қалмаймыз, құрметті ұстаздар. Барлығын сіздерге түсіндіріп үйретіп беретін боламыз. Тұрып қызмет жасадық, дәл солай қызмет жасаймыз. Сондықтан, құрметті ұстаз, біздің курсымызға қатысыңыз. Біздің курсымыз осы бағадан да жоғары, құндылығы жоғары, құрметті ұстаздар. Сондықтан дәл қазір төлем жасап, төменге батырмалар шықты. Каспи Ред, Каспи Рассрочка, Голд арқылы, перевод арқылы, өзіңіз қалаған переводтар арқылы жасап, төлем жасап, чек жіберсеңіз болғаны, құрметті ұстаз. Біз сізге осы курсымызды, құдай қаласа, қашан басталатын барлығын менеджер жазып беретін болады. Құдай қаласа, Дубайға жолдаманы 30 маусым күні ойнатамыз. 30 маусым күні осы курсымызға қатысқан мұғалімдердің арасынан таңдап аламыз біреуін. Осы жаққа жібереміз, бұйыртса, Алла қаласа, жақсылап тұрып демалып, осы жақта местный жағы жергілікті елмен, халықпен танысып, арабтармен бірге, жағы сәлдесін ба, басына бас киімін киіп алып, ақ халатты киіп алып, үстіңізге құмдармен, сумен, осы жақта жаңа қаламен, Бурж Халифаның бойында фотоға түсіп, өте жақсы демалыста, құдай қаласа, қайтасыз деген ниеттемін, бұйыртса, Алла қаласа. Ол үшін біздің курсымызға қатысыңыз. Бұл жай ғана ынта, жігер ретінде сіздерге беріп жатқан сыйлығымыз, құрметті ұстаздар. Барлығы да сіздер үшін. Дәл қазір бізде 18 орын қалыпты, құрметті ұстаздар. 18 орын бізде қалды. Мен дәл қазір эфирді аяқтаймын, құрметті ұстаздар. Батырманы аяқтау деген батырман басқасы сізді менеджерға лақтырады. Менеджерға жазып, 2 орынның біреуін алып қалыңыз, құрметті ұстаз. Себебі бұл үлкен мүмкіндік. Сізге жасалып жатқан, сіздің алдыңыздан бекер шықпағаныңызға сенімдіміз. Барлығын былай айтқанда төлемді жасап, құдай қаласа толық төлеміңізді жасап, Дубайға ұтысқа қатысып, біздің курсымызға қатысып, былайша айтқанда біздің керемет жасанды интеллектті үйрететін курсымызға қатысып, өзіңіздің біліміңізді толыққанды жетілдіресіз деген ниеттеміз, құрметті ұстаз. Курсқа төлем жасаған ұстаздарымызды өте қатты құттықтаймыз, қадірлейміз. Көп рахмет сіздерге, сенімдеріңізге рахмет. Ең бірінші, құдай қаласа, сенімдеріңізді ақтаймыз деген үміттеміз. Сау саламатта болыңыздар, құдай қаласа, жолыққанша. Сау саламатта болыңыздар.